Ассалаумағалейкум құрметті достар, мен бүгін жаңа аккаунтта Yakut серверінде 24 сағат бойы осы жаңадан ашылған аккаунттан ойнайтын боламын. Яғни бұл рубриканың мақсаты десем де болады. Мен осы 24 сағат ішінде осы уровенімді қаншаға көтеретінімді сіздерге көрсететін боламын. В общем, видео міндетті түрде қызықты болды, сондықтан қазірден бастап лайктарыңызды басуларыңызды сұраймын. Ал келесі видео 20 лайктан кейін шығатын болады. Ал мен көп сөз ойлап видеомды бастаймын. В общем, біз міне рублевкамен Нижгородтың ортасынан шықтық, яғни осы жерде бір қала болған, соның ортасы. И мен қазір чатты алып тастаймын, и біз сразу ивент орындайтын боламыз. Бұл игра давно болды, білет бәрі, и қазір мен осы жақтан ивент орындайтын боламын. Қазір осыдан біз метка алып аламыз, мінекей достар. И в общем, осы меткаға қарай қазір скутермен баратын боламыз. И біз в общем міне ивенттің жеріне келіп қалдық. И менің артымда отқан бұл өзбек бауырымыз, жаңа жолдан алып алдым бұны, көрдіңдер өздерің. И біз міне өзі загрузить етіп екен аяқта. И мінекей біз ивенттің жеріне келдік. И осыған барамыз, менеджер клубаға. И бастаймыз, осының бәрін өткізетін боламыз қазір. Өзімнің основной аккаунтымнан билеп жатыр. Бұл жерде бізден қызға бару керек болады. Қазір біз қызға барып сөйлесеміз, оның бәрін өткіземін бұл жақта. И уровень жалпы осы ивенттің арқасында тез көтеруге болады. Сондықтан міндетті түрде, если уровень көтере алмай жүрсеңдер, осылар сіздерге пайдасын тигізеді. И кеттік біз. И біз уже последний осы қызыл метканы алдық. И осы жақтан машинадан түсеміз әрине. И біз осы жерде тағы да билеп жатырық. Неміне дегенше клубқа да келіп қалдық. И осы жерге машинаны қоямыз да клубтың ішіне кіреміз. И міне клубқа кірдік. И қазір бізге И клубқа кіргеннен кейін әрине біз осы жерге барға баруымыз керек. И осы жерден біз қазір вариямен сөйлесетін боламыз. И осылай ивентімізді орындайтын боламыз ағара енді. Біздің басты кейіпкеріміз ішіп жатыр бұл жерде. Біз осы ивент дейтін 3 частан тұрады. И біз оның бірінші частын уже бітірдік. Бұл жерде бізге 10.000 рубльмен 7.000 жарай жемчужи берді. И біз бұның жалғастыратын боламыз. Енді екінші час пен үшінші час қалды. Біз осындай монстр сияқты бір неге өтірдік. И біздің басты кейіпкерімізге осындай машина берді. Қараңдаршы, прям несі сыртында қалай танытын. Блэкпастағы машина, қателеспесем дәл сол машина. Бұның дизайны просто әдемі жасалған. Қараңдар, сыртын бәрін дерзкий қылып жасаған ғой бұл машина. Шығатын боламыз қазір. И мына жаққа бар деп тұр бізге. Мынаяқта уже бар соғып жатыр екен. И бұның бәрін әрине дальшені басып. И часымыз бітті. И бұл жерден бізде 20.000 рублей және 10.000 жемчужи берді. И біз келесі часты орындай беретін боламыз. Үшінші частың бітуіне прям аздай қалған уақытта осы үшінші час бітетін кезде мен осы видеоға түсіріп алдым. Сендер қалай істеу екенін білдіру үшін мінекей біз қазір барға барып осы бармен сөйлесеміз қазір пока. Бұл алдыңғы блэкпастағы скин ғой яғни. И осылай біз онымен дальше деп басып, и біздің соңғы үшінші часымыз осы жерден бітетін болады. Мінекей бәрін орындап тастадым. 30.000 рублей және 12.500 жемчужи. И 2.000 ВП блэкпастың затын несі XP. И бізге сосын 6 опыт берді, яғни бұл 6 XP. И біз осылай бәрін бітіріп тастадық уже ивенттің. И бізге қазір олардың приздарын беретін болады. Мінекей қазір тауичаға кіріп өзіміздің приздарымызды алып шығатын боламыз. Енді бұл жердің бәрін өткізіп жүрем екеспен. И бұл жерден әрине біздің 5 XP-мізді аламыз. И осы жерден бір-екі біз заданиялар орындадық, жаңа соның несін алатын боламыз.
И қалған біздің осы неден алған приздарымыз бұл давичаға қайтадан келіп түсетін болады. И бұл жерде мына жақта екі кейс бар және бір бомберский кейс, сондай И бұның бәрін алып алатын боламыз әрине. И уже біз жаңа бізге VP XP берді, яғни Black Bass XP-ларды біз уже 5-ші уровеньға жетіп біз достар қараңдар. И осы жақтан да осы кейсті аламыз. Осы кетіндегі кейс, ежеден кейс. И осыларды қалған заттар бізге уже неде түседі. Қайтадан давичаға, уже 3-ші рет давичаға кіріп жатыр. И мінекей мен қазір ежедневный кейсті асайын деп жатырмын. Мінекей уже пропустить анимацияны баспай осылай подтвердитті басамыз. И бізге біріншісінен канистра бензина түсті. И бұны әрине распит етіп жүреміз. Бұл маған ешқандай керек емес. И біз келесі ежедневный кейсті ашатын боламыз. Подтвердить. И қазір бізге бұл жерден ремонтный набор түсті. И бұны біз әрине распит етіп жіберетін боламыз. Ал біздің соңғы осы бомберский кейсіміз. Ал енді біз оны ашамыз. Бізге AZ2109 деген машина түсті. И бұл біз не істейміз, госқа сливать етіп жүретін боламыз. Менде права жоқ екен ғой, е-мое, мен Дядя Михалычтың заданиесін орындамадым. И біз қазір Дядя Михалычтың заданиесін бәрін орындап сендерге көрсететін боламын. И содан кейін барып қана видеомды аяқтаймын. Уже права алатын жерге келіп, уже правамызды алып жатыр. Қазір сендерге праваны алып болғаннан кейін барып көрсететін боламын. Бұл праваны и бізге енді ағадай машина алу керек болады. Бірақ в общем біз Дядя Михалычтың заданияларын бәрін орындап тастадық. И қазір сендерге статистикамды көрсететін боламын, яғни осы қазір И мінекей достар, бізге бір опыт жетпей тұр, яғни 4-ші уровеньге осы, яғни естілесіңдер жаңа серверге келіп осылай тез дамимын десеңдер осылай істеулеріңе болады, яғни мен видеомды қарап солай қайталап істесеңдер болады. Мен қазір осы бір опытты смело тауып тастайтын боламын, яғни мен осы видео біткеннен кейін РПП соңға қойып тауып тастайтын боламын. В общем, егер сендерге осы видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетейік. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.